Біз Қазақстанда тұрамыз. Қазақтардың ең сүйікті және танымал музыкалық аспабы домбыра. Домбыра қазақ халқының қай заманда болмасын серігі, сезімтал аспабы. Бұл аспаптың үндері жүрек үні, жан үні. Домбыра халық даналығы, оның өмірлік тәжірибесі, ішкі тыныштығы, туған жердің сұлулығы, туған жерге деген сүйіспеншілігі. Қазақтың халық аспабы ұрпақтар арасындағы негізгі дәнекер болып табылатын ең ғажайып музыкалық шығармалар, күйлердің тудырады. Даланың ұлы күйшілері Құрманғазы, Дәулеткерей және тағы басқалар домбыра күйлерін көптеп дизайны жағынан ауқымды күйлер жасаған. Олардың ішінде Адай композициясы тек Қазақстанда ғана емес, әлі күнге дейін жан-жақты жақта танымал. Қазақстанның тәуелсіздік алуымен домбыраның жарқын күндері келді. Шілде айының 1-ші жексенбісі домбыра күні болып жарияланып, оның кең көлемді тойлануы достығымыздың белгісі. Домбыра соған лайық. Бұл күні ән айтып, домбыра тартатын жандарға құрмет көрсетейік. Қазақтың дәстүрлі мұн әні аталатын бұл антологияға қазақтың барлық өңірлерінде айтылатын, сондай-ақ шетелдегі қазақтар арасында сақталған халық әндері мен халық әнші композиторларының туындылары түгелге жуық еніп отыр. Ел ішінен жазылып алынған ғұрыптық әндер мен қара өлең үлгілері де жұртшылық назарына іріктеліп ұсынылды. Қазақтың асыл мұра ән қазынасын барынша мол қамтыған бұл тұрпаттағы аса көлемді антология тұңғыш рет шығарылып отыр. Домбыра күйлері жас сәбиден бастап, жасы егде тартқан қартқа дейін жүрек пернесін тап басып, ойын елітіп, санасын сергітетін құдіретті күшке ие. Домбыра күйі кітабына сөйлейтін қаламмен бірге қазақ халқының таңдаулы күйлері жинақталды. Қазақтың дәстүрлі мұн күйі аталатын бұл антологияға Шығыс Қазақстан, Жетісу, Арқа, Қаратау, Сыр, Батыс Қазақстан, Маңғыстау өңірлерінде қалыптасқан күйшілік дәстүр үлгілері толық қамтылып, дәстүрдің жалғасы іспетті қазіргі саз, жаңа заман күйлерінің таңдаулы нұсқалары енді.